Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге осындай барлығымызға танымал, барлығымыз жақсы көріп сүйіп жүрген фунчоза салатының өте оңай, қарапайым түрін үйрететін боламын. Міндетті түрде видеомды жақсылап қарап, міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Ең алдымен табаға май құйып, оның үстіне соломка болып туралған етімізді саламыз. Ет қандай болғаны маңызды емес. Қойдікі немесе сиырдікін ала берсеңіздер болады. Мен араластырып алдым. Жақсылап араластырып, астын жай қоямыз да, қыздар, осы етті қуырып, суы тартылып піскенше жай қуырып отыратын боламыз. Оның кішкене сәл қуырылғаннан кейін үстіне тұзын, бұрышын, өзіңіз қалайтын приправаларды қоссаңыз болады. Мен кішкене паприка қостым. Одан кейін қара бұрыш, қызыл бұрыш қостым. Және де ролтон приправасы болса, соны қоссаңыздар болады. Кейіннен соевый соус құямыз, бір ас қасықтай. Енді өте жай қоямыз асын, өйткені күйіп кетсе, дәмі шығып кетеді. Жай қойып, бетін бұқтырып, бір 20 минут пісіретін боламыз. Ет таза пісу керек осы жерде. Ешқандай су ештеңе қоймайсыз. Енді ол уақытта біз фунчозаның өзін қайнаған суға бір 20 минутқа салып қоятын боламыз. Фунчозамыз жібіп пісемін дегенше көкөністерді дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай сәбізді чоркадан өткізіп алу керек, ұзын-ұзын қылып. Одан кейін жасыл, сары болгарскийді ұзындау етіп турап, одан кейін көк пияз немесе кинза қоссаңыз болады. Чеснокты да дәл осындай ұзынша етіп, помидорды турап салып аламыз бір ыдысқа. Одан кейін фунчозамызды міндетті түрде бір мұздай суға жуып аламыз, сонда бір-біріне жабыспайтын болады. Соны салатымыздың үстіне қосатын боламыз, қыздар. Кейін етті де үстіне салып, жақсылап араластырамыз да жей береміз, қыздар. Ешқандай үстіне басқа тұз қосудың қажеті жоқ, өйткені еттің тұзы барлығына жетеді, қыздар. Немесе дәміне қарай сәл-пәл қоссаңыз да болады, қыздар. Менің арнамда осындай әдемі, оңай рецепттер өте көп, сондықтан арнама жазылып, колокольчикті басып алыңыздар.